Assalamu alaikum. Құрметті көрермендер, біз Каир қаласында. Каир қаласының ең алғашқы бастауын білесіздер ме? Менің артында тұрған үлкен қамал. Бұл қамалдың аты Бабул Футух деп айтылады. Ең алғашқы Каир осы жерден басталады. Яғни Фатиметтер дәуірі 909 жылы басталады. 973 жылы бұл жер Фатиметтердің астанасы болып тағайындалады. Кәнеде бұл Бабул Футух 1087 жылы Каирдің ең алғашқы есігі, кірісі осы жерде артындағы есіктен басталады. Одан кейінгі көше Нуайс көшесі болып есептеледі. Жаңа біз кірген Нуайс көшесінің ескі алғашқы Каир көшелердің бірі Нуайс көшесінің алғашқы басындағы тұрған мешіт Хаким би Амрилла мешіті. Бұл мешіт Каир қаласындағы өте ескі мешіттердің бірі, алғашқы мешіттердің бірі деп айтсақ болады. Бұл мешітті Азиз Билла деген Хаким би Амрилланың әкесі 989 жылы салып бастайды. Бұл мешітті кейін бітірмей дүниеден өткеннен кейін баласы Хаким би Амрилла 1012 немесе 1013 милади жылдары бұл мешітті түгелдей салып бітеді. Міне қазір бұл мешіт іске қосылды. Жұма да осы жерде оқылады. Мешіттерде намаздар осы жерде оқылады. Бірақ тарихи өте ескі мешіттердің бірі Хаким би Амрилла мешіті. Осымен Хаким би Амрилла мешітінен шығып, Нуайс көшесімен мамлюктердің сұлтаны болған Қалауын мешітіне барамыз. Құрметті достар, біз тұрған мешіт мамлюк басшыларының бірі Сұлтан Мансур Сайфиддин Ал-Қалауын мешіті. Бұл мешіт 1279 жылы салынып басталады. Және 1382 жылы Сұлтан Салих Салахуддин Хаджи кезінен қолынан салынып бітеді. Бұл мешіттің ерекшеліктері, бұл мешітте медресе бар, және ең ескі, және әлде де қолдануға беріліп тұрған ең ескі аурухана бар. Бұл қабырдың иесі Сұлтан Мансур Сайфиддин Ал-Қалауын қабыры. Қарасақ, достар, бұл барлық жазулардың барлығы, және бұл тұрған тастар, ағаштар, барлығы өте ескі. Төбедегі жарықтар, терезелер. Және бұл негізі сол кездегі шкаф сияқты. Ашып көрмедік па? Не бар екен? Кілтеп шыға. Опа. Машалла, өте ескі.
Ал енді біз қазір қалауымның баласы Насыр Мұхаммедтің қабіріндеміз. Ол өзіне әкесі сияқты, яғни мешіт салған осы қабірі біз көріп тұрған, және мешітінде аралайтын боламыз. Көріп отқанымыздай видеомызда мешітіне 4 тіреуіші бар. Бұл 4 тіреуіш Рум империясынан келе жатқан тіреуіш. Бұл 4-еуін өзінің мешітіне әкеліп қойған. Және де сырттағы да шіркеудің есігін, сыртта көрген есікте басқаша түрде жасалған. Бұл есікте де шіркеудің есігін алып, өз мешітінің есігін әкеліп қойған. Бұл Насыр Мұхаммед. Бұл болса Насыр Мұхаммед ибн Қалауынның мешіті. Және де бұл мешітте медреселер орналасқан. Мешіттер, медреселер 4 мазхабта да беріледі сабақтары. Бүткіл мәмлүк мешіттерінің баршасында дәл осындай бір түрде салынған. Біз тұрған мешіт мәмлүктердің 32-ші сұлтаны Сұлтан Сайфуддин Барысбай мешіті. Барысбай мешіті өте ескі мешіттердің бірі. Мәмлүк патшаларының, егер қарайтын болса, бұл мешіт 4 имамдардың оқитын жері бар. Бірі Абу Ханифа мазхабының, бірі Хамбали мазхабының, бірі Шафии, бірі Малики мазхабтарының өзін үйрететін, сабақ беретін жерлері бар. Және де көбінесе мән беріп қарайтын болсақ, мәмлүк патшаларының өздерінің ой өрнектері, бүткіл мысалы Фатимид заманда мешіттердің өзінің ерекшеліктері бар. Осман мешіттерінің өзінің ерекшеліктері бар. Дәл сол сияқты мәмлүк патшаларының өзінің ерекшеліктері бар. Яғни мәмлүктер олар Орта Азиядан келген адамдар. Бұл мешіттердің құрылыстарына мән беретін болсақ, бұл кездері бұл жерде ешқандай кондиционер ештеңе болмаған сол заманда. Сондықтан төбенің ашығын көрсететін болсақ, бұл төбеден ашып қойып, жел кіріп, тонау жақтан жел айдап сквозняк жасаған, салқындау үшін. Және де бұл жерде көбінесе ашық болып, бұл жерлерде су болған, адам келіп бұл жерге жуынып дәрет алатын. Және де бұл сулар жуынуға, ішуге және салқын болып тұрған, яғни сквозняктың әсерінен бұл сулар салқын болып тұрған. Біз қазір Сұлтан Барқұқ мешітіндеміз. Сұлтан Барқұқ мешіті де дәл солай алдағы барған мешіт дегендей төбеде сквозняк ордыртып, ар жақтан шығып, салқындатып, және де бұл есікті көретін болсақ, бұл есік, яғни шегесіз жасалған есік. Сұлтан Барқұқ шегесіз жасатқан есігі. Сол кезден бері келе жатқан есік. Және де дәл солай бұл жерде де су болған. Жаңағы сквозняк арқылы су салқын болып, бұл жерден адамдар су ішкен. Бұл есікте өзінің тарихы өте кең, тереңде жатқан тарихтардың бірі. Енді бүткіл мәмлүк мешіттері сияқты бұл мешітте де 4 мазхаб имамдары сабақ берген. Бұл мешіт, Барқұқ мешіті, Сұлтан Барқұқ мешіті. Және де бір айта кететін жайт, Сұлтан Барқұқ мешітінің төбесіне қарайтын болсақ, бұл төбедегідей еш жерден таппайсың. Бұндай әдемілікті, бұндай сұлулықты, бұны қаптағаны, алтындарымен сәндегені, бұл сұлтандардың, мәмлүк патшаларының, яғни өздерінің стильдері, қуаттылығы, мықтылығында. Және де бұл ой өрнектердің барша мешіттерге келіп көрген кезімізде, баршасында осындай ой өрнектер, бұл мәмлүктердің басшыларының белгілері.
Біз қазір Нәжмедин Аюбидің бір мұнарасының бірінде тұрмыз. Бұл Нәжмедин Аюби сұлтан Аюбилердің ең соңғы сұлтаны. Нәжмедин Аюбидің мешітіне 770 жыл болған. Және біз тұрған бұл мұнарада да 770 жыл болған. Және бұл көшеге 1000-нан асқан жыл болған. Бұл көше Фатимиттер заманында орналасқан. Тарихты қарасаңыздар, көше Фатимиттер салған, 1000-нан асқан жыл болған. Бұл мешітке 770 жыл болған. Бұл мешіттерге Мамилектер мешіттері, Аюби мешіті және Фатими көшелері. Бұл алдымызда көріп тұрған мешіт болса, бұл мешіт Ашрафи мешіті. Және де мына жаққа қарайтын болсақ, тонау тұрған Салахуддин Аюбидің мешіті қамалы. Және де олда Мұхаммед Башаның мешіті бар. Және де 4 мұнарасы бар мешітті көретін болсақ, бұл Ал-Азхар, атақты Азхар мешіті. Және бұл жаққа қарайтын болсақ, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның қатты жақсы көретін Хусейн немересінің мешіті, Хусейн радиаллаху анхуның мешіті. Осымен Нәжмедин Аюбидің мұнарасынан шығып, Муайс көшесімен Каирдің оңтүстігінде орналасқан Зуайла қақпасына барамыз. Бұл Зуайла қақпасы 2 мұнаралы. Біз қазір Зуайла мұнарасындамыз. Біз Футух есігінен кіріп, Муайс көшесімен өтіп, Муайс көшесіндегі Қалауын мешіттерді көріп, Қалауының баласының Насырдың мешітін көріп, және де Нәжмедин Аюбилердің ең соңғысы болған Нәжмединнің мешітін көрдік, мұнарасына да шықтық. Және де Муайс көшесімен өтіп келіп, біз Зуайла есігіне кіріп, бұл Зуайла Каир қаласының оңтүстігінің есігі болып орналасқан. Және менің артында тұрған Ал-Азхар паркі, атақты Ал-Азхар паркі. Және де менің сол жағымда тұрған Салахуддин Аюбидің қамалы. Және оның Салахуддин Аюби қамалының ішіндегі Мұхаммед Пашаның мешіті. Және де мынау Каир қаласы баршасы. Каир қаласы 120 миллионнан астам халқы тұрады. Каир қаласы 2-ке бөлінеді, Гиза және Мадинат Насыр деп. Біз қазір Мадинат Насыр жақтамыз. Фатимиттер осы Мадинат Насырдағы ең алғашқы көше Муайс көшесін Фатимиттер осы жерде салады. Осы Каир қаланың Мадинат Насырдың алғашқы көшелерінің бірі. Біз Зуайла мұнарасындамыз. Фатимиттер салған негізгі Зуайла қақпасы, қабырғасы төменде. Бірақ мәмлүктердің соңғы патшасы Туманбай осы 2 мұнараны салып береді. Бұл мұнараның тарихы өте тереңде жатыр Мысыр елінде. Мысыр еліндегі халқы бұл тарихын былай деп еске алады. Монғолдар, мәмлүктердің заманында монғолдар шапқыншылығы болған сәтте осы есікке жақындаған кезде мәмлүктер сол монғолдарды өлтіріп, бастарын кесіп алып, осы қақпаның, осы есіктің алдына іліп қояды. Осы есіктің алдына іліп қояды. Құрметті достар, егер Каир қаласына келіп жатсаңыздар, міндетті түрде өзіміздің аталарымыз, Сұлтан Захир Бейбарыс бастаған аталарымызбен Туманбайдың соңына дейінгі мәмлүк патшаларының мешіттерін көресіздер. Осы жерде көптеген тарихи біздің ата-бабаларымыз өтіп кеткен жер. Және қанша да әулиелер, ғалымдар жүріп кеткен жер. Және көптеген сабақтар, медреселерде көптеген сабақтар берілген жер. Көптеген әулиелер болған жер. Ал-Азхар мешітінің құрылған жері. Бірақ айтқанда тарихы өте тереңде жатыр. Сондықтан құрметті достар, біздің каналға
тіркеліп кетіңіздер. Египеттегі өмір каналына тіркеліп кетіңіздер. Және де видеоны өткізіп алмау үшін қоңырауны басып кетіңіздер. Және лүпілдеріңізді аямаңыздар. Керемет комментариялар жазыңыздар.